Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Теміртау қалалық тарихи-өлкетану музейі жаңа жыл керісінше атты көрмені ұсынады. Жаңа жыл қарсаңында әрқайсымыз жазды, әсем табиғатты аңсаймыз. Сондықтан да бұл көрмеде жаздың әсем табиғатын бейнелейтін туындыларды тамашалауға болады. Бұл көрмеде Теміртау қалалық тарихи-өлкетану музейінің көркемдік қор жинағынан алынған 33 сурет қойылған. Ол суреттер сонау 1970 жылдардан бастап жазылған. Барлық туындылар музей қорына авторлардан сый ретінде келіп түсті. Көрмеде қойылған шығармалардың авторларының көбі бүгінде Теміртау қаласында тұрады. Олар Асқаров Қуат, Александр Болюх, Степан Баби, Инга Донскова, Юрий Пельтихин, Александр Литвинов, Елена Малецкая. Көрмеде өмірден өткен суретшілердің де туындылары бар. Олардың шығармашылығы қаланың көркем өнерінің дамуында із қалдырған керемет жандарды еске салады. Олардың ішінде Василий Грицай, Михаил Подлезных, Андрей Осипенко, Сергей Турохов. Және де көрмеде қарағандылық суретшілер Сергей Шгалихин, Ирина Пономарева, Владимир Троценконың бірнеше жұмыстары ұсынылған. Мұнда дәстүрлі көп қабатты техникада пастозды, рельефті түрде бояу түсіру және әр қабатты кептірмей қысқа мерзімде кенеп жасауды көздейтін Алла Прима техникасында жасалған туындыларды көруге болады. Көрме 2025 жылдың 15 қаңтарына дейін жалғасады.